Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Ел тарихында алғаш рет жарияланған төтенше жағдайға байланысты еліміздің әрбір оқу орындарында уақытша ұйымдастырылған қашықтықтан оқыту қазіргі таңда өз жұмысын бастауда. Осы орайда ата-ана мен бала арасындағы тығыз байланыс пен жағымды қарым-қатынастың маңызы зор. Ендеше сіздерге психолог мамандардың ұтымды кеңес нұсқауларын ұсынамыз. Ең алдымен өзіңіз және балаңыз үшін үйреншікті күн тәртібін сақтағаныңыз дұрыс. Күн тәртібінде кенеттен болған өзгерістер баланың бейімделу мүмкіндіктерінің айтарлықтай өзгеруіне және де шамадан тыс шиеленіс пен стресске әкелуі мүмкін. Баланың ата-аналары мен туыстары болып жатқан жағдайға сабырлы, адекватты және сыни көзқараспен қарауға тырысу керек. Баланың эмоционалды жағдайы ересек адамның жағдайына тікелей байланысты. Балаларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша мектептен алатын ұсыныстарды түсінуге тырысыңыз. Тек мектеп әкімшілігі мен сынып жетекшіден ғана алатын ресми ақпаратқа назар аударыңыз. Бұл процесті ұйымдастыруға мектепке де уақыт керек. Қазіргі уақытта ата-аналарға да, мұғалімдерге де қашықтықтан оқуға көмектесетін бір қатар ресурстар бар. Олар білім беру бағдарламаларының мазмұнына байланысты болғандықтан, көптеген ата-аналар бұл платформаларды қазірдің өзінде қолданады. Егер ата-аналар олардың кейбіреулерін баласымен меңгеруге тырысса, оқушылардың ата-аналары мен туыстары қашықтықтан оқытудың тартымдылығын арттыра алады. Бала үшін бұл мотивацияны жоғарылату мүмкіндігі, ол ата-аналар үшін балаларын жақсырақ білу және түсіну мүмкіндігі. Үйде болуға мәжбүр болған кезде, сіз және сіздің балаңызға жақын әлеуметтік ортада байланыста болу өте маңызды.